Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина. Осындай дәмі тіл үйіретін өте жұмсақ, шырынды самсаны менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамындағы заттардың бәрін описанияда қалдырдым. Ең алдымен жылы суға ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды қосып, оны жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оға дейін бөлме температурасында маргаринге бір жұмыртқаны жарып, жаңағы 10-15 минут тұрған ашытқымызды қосып араластырып, ұнды ситадан өткізіп, 3 бөлікке бөліп салып илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Оны пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Оға дейін тартылған етімізге блендерден өткізген пиязымызды саламыз. Блендерден өткізген кезде міндетті түрде пиязымызды сита арқылы артық суын алып тастауымыз керек, өйткені самсаның ортасы мүлдем жабыспай қалуы мүмкін. Дәміне қарай бұрышымызды, кішкене сұйық май, тұзымызды қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ашыған қамырымызды ұзын етіп осылай орналастырып, орташа етіп қамырымызды бөліп шығамыз. Қамырымызды бөліп шыққаннан кейін дөңгелектеп аламыз. Қамырды жайған уақытта қатты қалың, қатты жұқа жаймай, орташа етіп жаямыз да көбірек салмасын саламыз. Сонда самсамыз томпақ болып, әдемі болып шығады. Және де мен өзім осылай өргенді жақсы көрем. Өрген кезде міндетті түрде ортасын қатты етіп қысыңыздар. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша үшбұрышты етіп жасасаңыздар болады. Және де осы өрілген самсаларымызды противенге тіктеп қоямыз. Және міндетті түрде жұмыртқаның сарысын бетіне жағуды ұмытпаймыз. Қалауларыңызша әлесеңіздер болады. Мен күнжут арқылы әледім. Және де оны 180 градусқа 35 минутқа пісіреміз. Осындай әдемі самсалар шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз.